Сәлем құрметті оқырманым. Бүгін біз барлық арман мақсаттарға жетуге болатын формуланы үйренетін боламыз. Бұл видеоға айтылған бүкіл ақпаратты түсініп, міндетті түрде әрекет етсеңіз, жетістікке жететініңіз сөзсіз. Алдымен видеоға лайк басып, каналға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бұл деген маған мықты қолдау және өте үлкен мотивация болады. Ал ендеше кеттік. Өзіңіздің арман мақсаттарыңызды келесі 20 жылға жазыңыз. Не нәрсені армандайсыз? Тізімде минимум 50 пункт болу керек. Миыңызға сыятын да, сыймайтын қалауларыңызды жазыңыз. Әр 5 сфераға қарым-қатынас, бизнес, ақша, жеке даму, денсаулық. Әр сфераға минимум 3 мақсат қойыңыз керек. Сол 5 сфераға бөліп жазған мақсаттарыңыздың арасынан алдағы 12 айда жеткіңіз келетіндерін іріктеп аласыз. Кейін дұрыстап ойланыңыз, әр сферада қандай жетістікке жеткіңіз келеді. Жазылған арман мақсатыңызда сол соңғы жету керек нәтижеңізді жазасыз. Мақсаттарды дұрыс жазудың бірнеше шарттары бар. Біріншісі, мақсатыңыз нақты, айқын, максималды түрде айқын болу керек. Екіншіден, позитивті мағынада жазу керек. Негатив сөздерді жазбайсыз. Үшінші, мақсатқа қол жеткізгенде не сезінетін боласыз, қандай сезімде боласыз, не естисіз, не көресіз, не сезінесіз, соны жазасыз. Яғни, соңғы картинаны миға көрсетіп, көзге елестетіп, жан тәніңізбен сезіну керек. Төртінші, сәл қиындау мақсатты таңдау керек. Оңай орындалатын мақсат болмау керек. Мақсаттарды осы шақта, яғни орындалып қойғандай мағынада жазу керек. Жазып болған соң әр 5 сфера бойынша мына сұрақтарға жауап бересіз. Бірінші, мен осы уақытқа дейін не нәрсеге қол жеткіздім? Қандай нәтижем бар? Екіншісі, мақсаттың орындалу уақыты қашан? Қай уақытта орындалды? Үшінші, ол қалай іске асты? Төртінші, мақсатыма жеткенді қалай түсінемін? Қандай сезімде боламын? Не естимін? Не көремін? Не сезінемін? Сезіміңізді жазу керек. Қандай сезімде боласыз, соны жазу керек. Бұл нәтиже менің өмірімде қандай өзгеріс әкеледі? Алтыншы, бұл мақсат не үшін маған маңызды? Жетінші, осы жолда, осы бағытта келесі қадамдарым қандай? Сегізінші, осы мақсат бойынша келесі 1 жылдан кейін қандай нәтиже аламын? Барлық үлкен мақсаттарды әрдайым көзге көрінетін жерге қою керек. Құрметті оқырманым, ойыңыздағы арман мақсатқа жетудегі формуланы енді сіз білесіз. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Сізге бұл өте оңай болар, бірақ бұл маған өте күшті, мықты мотивация береді. Келесі видеоларда бұдан да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Уақытыңызды кетірмей, армандағы күндеріңізге жетуге асығыңыз.